Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан, кезекті видеоны жалғастыратын боламыз. Бүгінгі видеода біз сіздермен ондық санау жүйеден екілік санау жүйесіне, екілік санау жүйесінен ондық санау жүйесіне айналдыруды үйренетін боламыз. Әрине варианттар өте көп, соның ішінде актуальный деген варианттарды қарастырамыз. Жалпы ондық санау жүйеден екілік санау жүйеге біз мектепте қалай айналдырамыз? Біз оқушыларға қалай үйретеміз? Оқушылар оны қалай тексереді? Ол ең оңай жолы екіге бөліп шығамыз. До тех пор, пока қалдығы екіден кіші болғанша. Нәтижесінде программаға кіріп, калькулятор дейтін приложениені ашып, программист режиміне қойып, сол жерде бар binary, octava, decimal, hex деген бар, соған айналдыра берсе болады. Кез келген бір санды алайық, мысалыға 73. 73 деген бұл бізде ондық санау жүйеде, екілік санау жүйесінде мектепте біз қалай айналдырамыз? Біз оны екіге бөле береміз. Себебі не үшін? Екілік санау жүйесіне айналдырғанымыз үшін. Бөлеміз. Әрине бұл жерде обычный калькулятор керек, себебі біз ұбт-да обычный калькуляторды пайдалануға мүмкіндік береді. 73-ті екіге бөлгенде бүтін бөлігін аламыз. Әрине калькулятор пайдаланған маған да жақсы. 36 бүтін. 36-ны 2 көбейтетін болсақ 72, ар жағында 1 қалдық қалады. Ол 1. Пока что 1 кетті. Келесі 36, енді цветін ауыстырайын. 36 бөлеміз 2-ге. 36 бөлеміз 2-ге, ол болады 18 бүтін. Ар жағында 0 қалдық қалады. Енді 18-ді 2-ге бөлеміз 9 бүтін. Яғни 9, 2, 18, ойда 0 бар. 0 қалдық қалады. 9-ды 2-ге бөлеміз 4 бүтін. 4, 2, 8, ойдағы мен 9. 4-ті 2-ге бөлеміз 2 бүтін. 0 қалдық. Дальше 2-ні бөлеміз 2-ге 1 бүтін. 0 қалдық қалады. Ең соңында 1 деген сан мұнда жазамыз. Ол 2-ге бөлінбейді, есеп осымен тоқтайды. Яғни, ең соңғы сан ол бізде 1 деген. Енді біткен екен жауабын қалай қыламыз? Астынан жоғарыға қарап тексереміз. Ол бұлай. Астындағы 1, одан кейін сызып қоя салаймын. Біз осылай көтеріп жатырмыз. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Яғни 1, 0, 0, 1. Одан кейін 0, 0, 1. 0, 0, 1 бізде екілік санау жүйесінде. Яғни 73 деген ондық санау жүйеден екілік санау жүйеге айналдырғанда бізде мектепте осылай үйретеміз балдарға. 2-ге до конца бөліп шығамыз. Одан кейін астынан бастап жоғары қарап санаймыз. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Екілік санау жүйесіне ауысты. Енді осы екілік санау жүйені қалай ондық санау жүйеге айналдырамыз? Мектепте біз білеміз, мына нәрсені біліп алайық. Сандар бүтін болуы мүмкін, немесе бөлшек болуы мүмкін. Бүтін болатын болса, біз теріс қарап, 0-ден бастап индекстеп кетеміз. Бөлшек сан болатын болса, қалдығын ары қарап минус таңбамен көбейтіп кете береміз. Дальше біз индекстейміз. Мынау 0-ші элемент. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни біз индекстедік. Одан кейін осылардың барлығын жазып шығамыз бұлайынан. 1 көбейтілген 2-нің 6 дәрежесі қосылған. Сосын біз балдарға айтамыз. 0 тұрған жерлердің барлығын тастап кете берсең болады дейміз. Одан кейін 1 көбейтілген 2-нің 3 дәрежесі. Бар ма? Одан кейін 2 0-ді тастап кете саламыз. Одан кейін 1 көбейтілген 2-нің 0 дәрежесі. Тең. 2-нің 6 дәрежесін, 2-нің 3 дәрежесін, 2-нің 0 дәрежесін тауып, үшеуін қоса салатын болсақ, бізде ондық санау жүйесі шығады. 2-нің 6 дәрежесі бізде 64 қосылған, 2-нің 3 дәрежесі бізде 8, 2-нің 0 дәрежесі ол 1, 1-ге 1-ді көбейтеміз, 1 қосылған 1. Тең болады, 8-ге 1-ді қосамыз 9, оған 64-ті қосатын болсақ, шығады 73 ондық санау жүйеде. Жалпы осылай мектепте үйретеді. Біз де солай үйретеміз.
кез келген ондық санау жүйесін екілікке айналдыру үшін 2-ге бөліп кете береміз. Ең соңғы қалдық, бүтін бөлігі 2-ден кіші болғанша. Сол 2-ге бөлінбейді. Содан бастап, астынан бастап жоғары қарап оқимыз. Одан кейін екілік санау жүйедегі мәндерді ондыққа айналдыру үшін индекстейміз 0-ден бастап до конца. Одан кейін сол 0 тұрған жердің барлығын тастап кетеміз. 1 тұрған жерлерді индекстеп қосатын болсақ, мінекей 73-ті екілікке айналдырғанда былай шығады, екілікті қайтып ондыққа айналдырғанда 73 шығады. Бұл мектептегі алгоритм. Ал осының тез алгоритмін шығарып көрсек. Біз екілік санау жүйесін айналдырып жатқандықтан 2-нің 0 дәрежесінен бастап бұрамыз. 2-нің 0 дәрежесі 1, 2-нің 1 дәрежесі 2, или болмаса рет-ретмен жаттап алсаңыз болады. 1, 2, 4, 8, 16, 64, 128. Енді қай жерге дейін жазамыз дейтін болсаңыздар, 73-тен асып кетпесе болды. Яғни 128, 73-тен асып кетізіне 128-ді жазудың қажеті жоқ. Сонда біз бұлай қыламыз. 64, 73-тің ішінде бар ма? Сұрақ қайталаймыз. 64, 73-тің ішінде бар ма? Егер бар дейтін болса, ол жерге 1 қоямыз. Сөйтеміз да 73-тен 64-ті алып тастаймыз. 73-тен 64-ті аламыз, 9 қалады. 16, 9-дың ішінде бар ма? Жоқ, 0 болады. 9, мына жағы қайтадан секіреді. 8, 9-дың ішінде бар ма? Бар, 1-ді қоям. 9-дан 8-ді алам, 1 қалады. 4, 1-дің ішінде бар ма? Жоқ, 0 болады. 1 мына жаққа секіреді. 2, 0-дің ішінде бар ма? То есть 2, 1-дің ішінде бар ма? Жоқ, 0 болады. 1 қайтадан секіреді. 1, 1-дің ішінде бар ма? Онда 1 қоямыз. Сонда 73 ондық санау жүйеден екілік санау жүйесін айналдырғанда 1, 0, 1, 0, 0, 1 шығады екен. Енді бұл жерде бір нәрсені біліп алайық. Қай кезде алынады, қай кезде секіреді. Егер бастапқы сан біздің теріс қарап жазған саннан үлкен болатын болса, яғни 64, яғни біздің жазған дәрежелеріміз ойлаған саннан кіші болатын болса, онда үлкеннен кішісі алынады. Қараңыздар. 73, яғни 64, 73-тің ішінде бар ма? Бар, яғни 64 ішінде кездеседі. Онда, немесе кіші ма деген сұрақ қойса да болатын ше. 64, 73-тен кіші ма? Онда 1-ді қоям да, 73-тен 64-ті алып тастайым. 9 қалады, 9 мына жаққа секіреді. 16, 9-дан кіші ма? Жоқ, или болмаса 16, 9-дың ішіне сия ма? Жоқ, сыймайды. Онда 0 қоям да, ештеңе алынбайды бұл жерде. 9-дан 16-ны аламаймыз ғой? Аламаймыз. Сол үшін 9 келесі қатарға секіреді. И так далее. 9, яғни 8, 9-дан кіші ма? Немесе екінші сұрақ, 8, 9-дың ішіне сия ма? Дейтін болсаңыздар. 1 қоясыздар да, 9-дан 8 болса ғана отнимать, яғни алып отырамыз. 9-дан 8 алам 1, 4, 1-дің ішіне симайды, 0, одан ештеңе алынбайды, келесі жаққа секіреді. 2, 1-ге симайды, 0, ол тағы да секіреді да, 1-дің ішіне сияды. 1 қойылады да, осымен бітті дейік. Енді, яғни ондықтан екілікке ешқандай бөлмей, дәрежесін алмайықта шығаруға болады екен. Келесі жолғы 1, 0, 1, 0, 0, 1 деген екілік санау жүйеден қалай ондыққа айналдырамыз дейтін болсаңыздар, дәл осылай біткенше индекстей берем. Индексін басқа светпен жазайық. Сарымен. 1, дальше жазып кете береміз. 2, 4, 8, 16, 32. 16-тан кейін 64. 16-тан кейін 64. Не істейміз? 0 тұрған жердің бәрін сызып тастаймыз. 1 тұрған жерлердің барлығын өзара қосамыз. 64-ке 8-ге қосамыз 1-ді 9, оған қосамыз 64-ті тең болады 73. Кез келген санау жүйесінде дәрежелеген кезде 1, 2, 4, 8, 16, 32, 16, 64, 128 деп жазып кете беруге болады. И сол 1-дің үстінде тұрған сандарды қалдырамыз, 0-дің үстінде тұрған сандарды жоққа санаймыз да, 1-дің үстінде тұрған сандардың барлығы между собой сложим, немесе қоса саламыз, и жауап шығады. Қорытындылап өте салайық.
ондық санау жүйеден екілік санау жүйесіне шығармай есептейтін кезде дәрежені жазып кете береміз до тех пор, пока ондық санау жүйесіне жақындағанша. Асып кетсе, ол асып кеткен санды алмаймыз. Сөйтеміз де, кіші біз жазған сан сол санның ішінде бар ма деген сұрақты қояды екенбіз. Бар болса бір, егер бір қойған жердің барлығында үлкеннен кішісін алып отырамыз. 0 болатын болса, секіртіп отырамыз. Осымен екілік санау жүйесі шығады. Ал екілік санау жүйеден ондық санау жүйесін айналдыратын болсақ, бар болғаны төбесіне дәрежелерін жазып шығамыз. 1, 2, 4, 8, 64, 16, 64, 128 деп жазамыз да, 0 тұрған жерлерден тиіспейміз, 1 тұрған жерлердің барлығын қосамыз. Осымен біз ондықтан екілік санау жүйесіне өтудің қарапайым жолымен ускоренный жолын қарадық. 2-ден ондыққа ауысатын қарапайым жолымен ускоренный жолын қарадық деп үміттенеміз. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Келесі видеода жүздескенше сау саламатта болыңыздар.